Сәлем достар, бүгін сіздермен керемет, қытырлақ, дәмді болып шығатын қуырылған тұшпаралардың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздердің көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге су және сүт, ерітілген сары май, 2 жұмыртқа және тұз қажет болады. Сосын барлығы біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Үстіне қажет ұнымызды салып, орташа жұмсақ етіп илейміз. Міне біздің қамырымыз орташа жұмсақ болды. Енді осы қамырымызды 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Қамырымыз тұнып болғанша енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін пюре, тұз және қара бұрыш, пиязымызды салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді тұнған қамырымызды алып, оны жаюға кірісеміз. Байқасаңыздар, қамырымыз жылтыр, әдемі болып тұр, жаюға өте ыңғайлы. Кез келген қамырды илеп болғаннан кейін тұндырып қоясыздар ғой, сол кезде арасында бір рет илеп кетсеңіздер, кейін жайған кезде өте керемет жайылатын болады. Видеода көріп тұрғаныңыздай бірінің үстіне бірін қойып, осылай қамыр жасап аламыз. Енді видеодағыдай кесіп аламыз. Егер сіздерде менікіндей кесетін болмаса, пышақпен кессеңіздер де болады. Егер менікіндей кесетіндеріңіз бар болса, тұшпараларыңыздың көрінісі өте әдемі көрінетін болады. Әсіресе дастарханға қонақ келген кезде осылай істеп қойсаңыздар, дастарханның көркін ашады, әрі дәмді болып тұрады. Енді кесіп алған әрбір қамырымызды бір-бірінің үстіне қойып шығамыз. Тұшпараларыңыздың өлшемін кәдімгі тұшпараларға қарағанда 2 немесе 3 есе үлкен қыласыз. Өйткені бұл тұшпараларды үлкендеу қылсаңыз, тарелкаларға салғанда көрінісі өте әдемі болып шығатын болады. Енді әрқайсысын алып, ішіне салмасын салып, тұшпараларымызды видеодағыдай түйеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздердің көңілдеріңізден шығатынына өте қатты сенімдімін. Енді тұшпараларымыздың барлығы қызып тұрған майға салып, кезек-кезек екі бетін аударып отырып, қуырып аламыз. Сонымен біздің тұшпараларымыз дайын, көріністе өте әдемі, өте хрустящий болып шықты. Егер сіз әлі күнге дейін менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, каналымның дамуына үлкен үлесіңізді қоса кетіңіз. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған арайлым.